Тыныш. Жаным, мен жұмыспен жүрмін. Иә, жұмыстармен. Иә. 500 жәшік вино енді қайтсын. Тағы 500 жәшік керек болады-ау, өтірікті айтып жатыр. Тыныш, үндеріңді шығармаңдар. Сөйлемеңдер. Өй, жаным, 5-ші автомат тағы бұзылып қалыпты, соны 5 сағат бойы жөндедім. Өй, жауымың? Мен қаржыланушылармен отырмын. Мүмкін бүгін ертерек. Бүгін 6-шысы тағы... Әй, шеуіңнің қайсысың еді? Арқас қызам деген, а? Директор Сүй, шекеңе не болған? Өткенді қазбалаудың қажеті қанша? Жоқ, жігіттер қол жұмсамадық демеп еді. Сіздер зауыттың орнын жалға алып отыр екенсіздер. Ол енді ақылға қонбайтын шаруа. Түсінесіз бе? Мүлде. Қазір бәрі солай істеп жатыр ғой. Неғып тырысып қалдың? Пайда тапқан соң дереу құямыз ғой. Бәнкелеріңе ешқандай зиян келтірмейміз. Өзіңіз де мойындап отырсыз. Мен қалай қол қоя алам? Директор Сүй. Мұнау енді азғантай ғана. Азыр қанбаңыз. Өтінем. Өзің тым көпессің ғой. 100 000 юань бар шығар. Мұнда 99.999 юань киелі сан. Жолың болып қызметің өсе берсін дегенім ғой. Банкте қызмет істейтіндердің ең үлкен қорқынышы не екенін білесіз бе? Ол не тағы? Миллиардтаған ақшаны көріп тұрып, соған қол ұшын тигізуден қорқамыз. Жаң директор, жабулы қазан жабулы күйінде қалсын. Кешегі сақшының құлағына жетсе, кредит жайына қалады. Эй, Сүй директор, мұнаны... Ай, міне кейіңіз. Өтінішімді бере салып, JLB'ге қабылдана қалғаныма өзімде таңғалып едім. Бәсе сіздің құдіретіңіз екен ғой. Банк саласында істейтін бір досыма жай әңгіме ретінде айта салғам. Мен қызымның бұл жұмысқа қабілеті әбден жететініне сенем, оның үстіне олар сенің қызмет таныстыруыңды көрді емес пе? Алдыңғы жолы Цуй директормен бизнес туралы кездесуге барғанда сенің менің қызым екеніңді айтқам жоқ. Тағы сол сен бұртиып қалады ғой деп ем. Міне сонда да жақпай отырмын. Меніңше, сол Цуй директор жаман адам емес. Әке, менің ісіме араласушы болмаңыз. Мен енді кішкене қыз емеспін. Араласпа дейді ғой. Сенің ісің араласпағанда енді кімдікіне араласам? Кездесейік, үн-түнсіз кетіп қалғаның не? Осы сенің апаң неге бірге келмеді? Сунчан аға, керемет. Қайтып жасадың? Сенің көркің ғой маған күш қайрат бітірген. Рахмет. Міне дегеніңдей 5 шашқа келдім. Бәрі тегін. Ұят болды. Қарым жасын қалай қайтарсам екен, а? Қалауың білсін. Маған бәрі бір. Иә. Қойшы. Жарайды, онда ертең тойға келіңіз. Маңызды қонақтардың қатарына қосам. Содан шығып қыздардың кешіне қатысамыз. Қыздардың кеші? Ол не тағы? Қалыңдықта сонда болады. Негізі онда бөтен адамдарды қоспайды. Тек жақын достар ғана барады. Мен саған рұқсат әпере алам. Қалай қарайсыз? Келістік. Мені неге шақырдың? Егер кешірім сұрағалы шақырған болсаң керек емес. Менде ондай ой болған емес. Біз қазір бірге қызмет істемейміз. Кешірім сұраудан өзге менде не шаруаң бар? Жұмысқа тұрғаныңа бір күн болмай, жұмыстан кетем дегенің қалай? Бұл менің жеке шаруам. Бұл мен үшін жұмыс. Мен ешкімге залал тигізгім келмейді. Білгім келіп тұрса айтайын. Гәп,
басшының өзінде. Дұрыс айтасың, басшыда мін бар. Бұл жолғы қызметке орналастыруда басшылардан ағаттық кеткені рас. Жаңа қабылданған қызметкер туралы қаншалықты білесің? Ешқандай түсінік берместен керексіз мәліметті үйіп төгіп беріп тастадың. Мына кейпіңе қарағанда, Әлем банкының басшысы алдыңа келсе де, осындай мәміле жасайтын болсаң, оның қабілетін мүлде көре алмайсың. Әлем банкінің президенті шынымен келіп қалса, оған да алдымен осы мәліметтерді көрсететін ем. Өйткені оның ойы басқада болуы әбден мүмкін. Бас қайтарың бар ма? Бәріміз жұмыс бастымыз ғой. Бұл жолы сізді жұмысқа қайтару ойымен келбем. Оның үстіне директор Лянның тапсырмасы тағы бар. Анықтап айтайын. Мен қайта бармайым. Бұл менің өз ойым. Сіздің ойыңызды өзгертуге хақым жоқ, айтайын дегенім ешқандай көмегім тимейді ғой. Дей тұрғанмен бұл жұмысқа тамыр таныстың көмегімен кірдіңіз емес пе? Ол жағында ойластырғаныңыз жөн болар. Шайдың ақысын төлеп кетейін бе? Директор Ляң. Сен мұнда не істеп жүрсің? Осы сендердің банктың интернеті жақсы ұстамайды, Біздің Wi-Fi-мен сөйлесіп отыра қалайын деп пе? Бұл жұмыс орны бәрі бақылауда екен, естен шығарма. Маған пәле тауып жүрме. Түсіндің бе? Ондай болса, саған екі жаман хабар айтайын. Сенің қасында жүргел жақсы хабар естіп көргем жоқ. Біріншісі, Фың Жing менің кеу нөмірімді өшіріп тастады. Осы нөмірдегі достарымның бірде біреумен хабарласылмай отырмын. Бұдан былай сен де менің осы нөмірмен қыздармен танысам деп ойлаушы болма. Мен қашан сен арқылы қызбен танысып ем? Жарайды, оны қойшы. Мынаны сенің үйіңде тұрғаным үшін өтемақы ретінде әкеп отырмын. Я, сыйлығым ғой. Жалғаста тұра берем дегенім ғой. Көпке қала алмаймын. 1-2 күн, ұзаса 5-6 күн дегендей. Я. Жарайды. Арақ шарабыңды өзің қайтып ал. Дудуды қараған еңбегіңнің өтемақысы болсын. Болды ма? Міне жігіт, баяғыдан айтпайсың ба? Сонша жерден көтеріп шаршамайтын едім. Тағы бір жаман хабарың бар еді ғой. Айтсаңшы. Айтайын ба? Данан екеумізді тағы қонаққа шақырып отыр. Кешігіп қалдыңдар ғой, қане кел, отырсаңдарша. Жағдай мәз емес сияқты. Онысын жасарғысы келген түріне қара. Жағдайды оңалтуға тырысайық. Өзің де жеші. Екеуің ұнататын тағамдарға заказ беріп Солай ма? Кел, отырыңдар. Бізбен бөлісетін қандай жақсы жаңалықтарың бар? Әкел, мен қойып жіберейін. Бол тез. Айтыңдаршы. Ей, Ай күні белгілі болды. келесі айдың 3-і. Жақсы жаңалық қой. Менде не болып қалды екен десем? Міне, ағайын деген осы. Мен үшін қуанатындарыңды біліп едім. Сыйлыққа асықпаңдар, жарай ма? Бәріміз алдымен ақылдасып не керек екенін біліп алайық. Осы қитыр құлығыңды қойшы. Олар сенің жақын достарың ғой. Дос болған соң да шынымды айтып тұрмын, солай емес пе? Данан, менің жайым өзіңе аян. Жалғыз өзім бала бағып отырмын дегендей өзің білесің. Жалғызсың ба? Бірақ соғыс жылдары сен әулетінің баласы жау елінде қалып қояды екен. Сонымен сен патшасы жен, жау патшасы нәннің сөзін екі ете алмайды екен дейді. Жарайды. Айтшы, не керек? Біреудің жетегінде жүргеннен жаман нәрсе жоқ. Сүйжен сені түсініп отырмын. Мен баламды біреу бағып отырмағанына 1000 да бір тәуба. Көнеден келе жатқан бір өлең бар еді. Батыр қонса атына халық қалар аңырап. Жергасым жетер деп тоқал тұрар мәз болып. Канизак уаңның жергасы лиже дейді екен, бірақ лиже виноға қарағанда ұзақ сақталмайтынын білесің. Сондықтан Таң мен Хуаң сонау шалғайдағы Канизак уаң үшін лиже алғызатын болыпты. Сен бар ғой, бұл туралы Фың Жинге тіс жаратын болсаң, Данан. Айтшы, не керек? Аяқ арба. Аяқ арба мен арба үшін алып қоялық. Жа, баланың арбасын қоя тұрып біздің машинаның жағдайын кім біледі, соны айтыңдаршы. Мен білем. Өзім айтам, жаным Иә. саған қанша рет түсіндірдім. Ол тепкішті жеделдеткендіктен барып ұрылып қалды. Физикалық құбылыс болды. Бәрі артта қалды. Ештеңе етпейді, бәрі дұрыс. Осы Сунчаң сенің техникаң өте мықты ғой. Біздің машинамызды қалай соғып алып Сунчаң жүрсің? деймін.
Дұрыс айтың, мен қалайша сендердің машиналарыңды ұрады екем? Таңғала. Бұл спорт машинасымен жүреді. Спорт машинасы жарыстарына қатысады. Керек десең машинасының тежегішіне дейін өзгертіп Иә, тастаған. өзгертіп алған. Сол күні қолына Сунчаң, өрт өшіргіш ұстаған біреу. Сунчаң, Сүйжен. Аяқ арбамен арбаға асықпасаңдар да болады, шын айтам. Қазір емес. Қазір емес дегені алмай қойыңдар деген ғой, Жоқ, кейін дегенім ғой. Кел, кейін көреміз. Иә, бала әлі кішкене асығудың қажеті жоқ. Бұл сенің мінезіңе шат. Қане не болғанын маған айт. Өзіміз ғой, өзіміз. Машинаны Сунчаңның ұрғаны рас па? Рас, сол соққан. Шыныңды айтшы деймін саған. Маған ежікшілеп көп түсіндіріп кетіп едің, айтқаны. Машинаны өзің ұрып Телефонға жауап тастағаннан солсың ба? берсеңші, тез. Ой, Жың-Жың, сен неге келмегенсің? Бәріміз осындамыз, сені ғана күтіп отырмыз. Иә, келесі айдың 3-і дейді. Тоқтай тұршы, біреу сенімен сөйлесемін дейді. Ой, жаным. Жарайды. Ертең сағат 6:30-дан кешікпей екеуміз кезгеміз. Сен әлгі қызыл кофтаң мен ақ юбкаңды киіп кел. Артық сұрақ қойма маған. Егер келмейтін болсаң бар ғой, иә? Осыдан келмейтін болсаң, мен саған. Мына телефонның жыны бар ма? Не болып кетпес? Ой, құдайым-ай. 1, 2, 3. Лақтырдым. О, yes! Сенің жолың болды. Керемет. Жолым ашыла берсін. Жарыңдар, мен бұл әдемі гүлді мына сұлу бикешке ұсынсам деймін. Менің бүгінгі қыздар үйімен қоштасу кешіме келгендеріңіз үшін алғысым шексіз. Рахмет. О, рахмет. Ал мына үстел толы виноны біздің жаңа досымыз Суйчан әкеп отыр. Суйчан, Иә, айтып жіберіңіз. кеш басталмас бұрын мен бір талап қояйын, жарай ма? Шарапты ішуін ішеміз, бірақ тегін ішуге болмайды. Сондықтан Суйчан бізге шараптың дәмін қалай айыру туралы айтып берсе деймін. Қане? Иә, айтыңыз. Болмасаң да ұқсатпақ деген шарап ішудің өзі өнер. Алдымен аздап дәмін алу керек. Бірден ауызға құя салуға болмайды. Ол әдепсіздік. Ең әуелі ерінге тигізіп аздап дәмін татқан жөн. Қане, байқап көріңіздерші. Қайсыңыз байқап көресіздер? Қане, көріңіздер. Болыңдар. Директор Жо, сонша кешіккеніңіз не? Кешіріңдер, кешігіп қалдым. Сол баяғы кептеліс. Қараш өзің, дәл кептеліс уақыты. Осындай маңызды күнді атап өтіп жатқанда қайдағы кептеліс дегенді айтпашы. Шарап беріңдер. Жарайды, өзім құйып ішем. Ал енді құйсаңшы. Құй. Жарайды. Кел, Жо, директор, сізбен мен қағысайын. сендер таныссыңдар ма? Сау болыңыз. Жарайды, сау болыңдар. Қыздар, сау болыңдар. Сау болыңыз. Сау болыңдар. Сау болыңыз. Серіктіктің шарабын көтеріп қызғырлап жүрген саған дауы жоқ. Бүгін неге кірмейсің? Мүмкін емес. Біздің пайыздық мөлшерлемеміз басқа банктермен салыстырғанда төмендеу. Сіздер үшін алғанда. Білесіздер ме? Кешіріңіздер. Иә. Уай, Суйжен. Мен тағы Фың Жың-Жыңның тұзағына түсіп қалдым. Сен қайдасың? Фың Жың-Жыңды тауып жағдайын біліп қайтшы. Өтінем сенен. Қызға бардым деп шыныңды айта салсаң болды ғой. Бірінші рет емес, несіне сынықсып тұрсың. Олай деуге болмайтын білесің. Осындайда болыспай қайтесің, а? Өтінем. Солай болсын, мен клиенттермен отырмын. Ей, күдеріңді үзе бер. Бұл сен сияқты дос айтатын сөз бе? Енді маған не қыл дейсің? Сенің фыңжыңыңды көргенде кірерге тесік таппай қалдым. Соңданнан. Машинаң менің машинамның сақтандыру мен жөндеуде екенін ұмытпа. Сенікі барып тұрған бопса ғой. Иә, солай деуге болады. Сені жігіттеп жүрген менде... Фың Жың-Жың енді менің машинамды ұстап қалады. Не?
Уайымдаудың қажет жоқ. Фың Жing бүгін мектепке ата-аналар жиынына барады. Сен әйеліңді жібер. Оған ақылын айтсын, жарай ма? Солай істе. Шаутиңді ма? Жең, соншама көп зат алғаның қалай? Көптен бері жұмыстан босай алмай, магазинге келуге де қолым тимей жүреді. Бүгін керек жарағымды түгел алып алайын деген. Мен айтсаңшы, мен магазинге солданан мен жүріп жүрген кезден кейін келген жоқпын. Қой шарым. Шын айтам, ол сондай қарау. Шаутин, сен ештеңе сатып алмадың ғой. Мынаны киіп көрші, әдемі екен. Мен бе? Жоқ, алмай. Өте әдемі екен. Жең, Сүңчаң екеуіңе не болып жүр өзі? Сен оны үйге кіргізбей қойыпсың ғой. Соның атын аузың алмай қойшы, жарай ма? Жарайды. Шаутин, мынаны киіп көрші. Түсі де ашық, саған жарасады. Маған жараса ма? Жараспағанда, тамаша. Удай қымбат қой. Мына киіп мен обал ғой. Жең, осы ақшаның соншалық құнсызданғаны нес? Айтшы. Ақшадан басқа құнсызданып жатқан нәрсе де бар екенін ұмытпа. Ол не? Әйелдің ажары. Бұл өмір әйел үшін тым әділетсіз. Күйеуге шыққан, ажырасқан, бала тапқан, тіпті жұмыс басты әйелдің де құны төменде береді. Әйелдің ажары уақытпен бірге құнын жойып отырады. Ал еркектің салауаты барған сайын құнды болып барады. Теңсіздік емей не? Не себепті? Шынымен солай екен ғой. Оны қалай теңестіруге болады? Ол үшін жақсы киініп, жақсы тамақтанып жүрсең, денің сау, әдемі боласың. Әрқашанда көңілді жүрген жөн. Жақсы мінезбен өзіңе мұқият болу керек. Сонда ғана еріңнің көңілінен шыға аласың. Осындай әйелдің ажары тозбай, тіпті ажары арта береді деуге болады. Сенше болғанда мен өзіме қарауым керек екен ғой. Дұрыс айтасың. Мен өзіме мән бергенім жөн екен. Мына сумканың түсі киіміңе сай екен. Иә, өзі әдемі екен. Қане көрсеңші. Шеше, әкем айтты, сен ақшаның бәрін ұстап қойды. Қалған жартайда қалай өмір сүреміз дейді. Апа, қараш, мынау әдемі екен? Менің өңімді ашып тұр ғой, я? Соншама көп зат алғаның не? Жарайды. Лала, сен айтшы, мына киім қандай екен? Жарасып тұр ма? Әдемі. Әкесі, мына киім мені жас көрсетіп тұр ма? Әкесі, мен саған қарашы деп тұрмын ғой. Әй, қарасаңшы. Мынаны қарашы. Бір жапырақ шүберекті 300 юанға сатып алыпсың. Бұл не қылғаның? Сен өзі не білесің? Сен оның бағасына қарай бермесеңші, ол жеңілдетілген бағасы 100 юандай ғана. Менің өзімнің ажарымды сақтап қалғым келеді. Қайдағын айтпашы. Бұл магазиннен шыққан соң қоқсық болатта қалады. Осынша зат сатып алған нес? Көп дейсің бе? Бәрін қосқанда 1000 юанға да жетпейді. Алы Жing еш ойланбастан 5-6 мың юанға киім сатып ала салды. Мен сені неге жібердім, а? Жинжіңді, Сүнчаңды үйіне кіргізуге көндір демеп пе едім. Жұмыс бітіргенің сол бір қап қоқсық жиып келіпсің ғой. Қоясың ба жоқ па? Киім алсам не бопты? Сені қақпанға итерген өзім ақымақпын. Жүрі ғой, мен сені ұйықтатайын. Мына қоқырды көрмейміз. Жing дұрыс айтады. Әйел адамның бір уақ өмірдің рахатын көргені тұрыс. Қымбаттың аты қымбат. Қарасаң көзің тоймайды. Түсі қандай тамаша. Тігілуін айтсаңшы. Ай, керемет. Сумкада алдың ба? Иә. Қанша 100 юань? 100 нес? 3000-ға алдым. Обал болып өзіме ештеңе алмай жүре беріппін ғой. Бұл жолы өзіме өзім сыйлық жасадым. Ойлаш өзің, сөмкем 300 юаннан асып көрді ме? Шеше, әкем талып қалды. Не дейді? Не болды, жуынып жатырмын ғой. Қазір ашам. Не? Мынау саған кепті. Түн жарымында мені неге іздеп жүрсің? Мынаны өндіріп бер. Көндіріп бе? Чек, мынаны өндіріп бер. Мұнысы несі? Чек. Сен менің әйелімді өзіңнің әйеліңе ақыл айт деп жіберттің. Ал сенің әйелің болса, менің әйелімді ақылынан адастырып, магазиннен осынша зат алдыртып жіберіпті.
зат сатып алып па? Мұны қойшы, жың-жыңды көндіріп пе өзі? Көнген көнбегенінде шаруаң болмасын, ақшамды төлеп бер. Мен не үшін төлеймін? Мен азаммен жұмысқа барам. Басқаға басқа тұратын шамам жоқ. Ақшаны карточкама жібере сал. Сау бол. Ей, сенікі мүлде жөнсіз, сен... Мен бәрін естідім. Жың-жың Шаутинға киім алғызып, қайтарыпты. Жеңгетайлығы жайында қалып, сондықтан қалғанын өзің шеше жатарсың. Оның жеңгетай бола алмаған үшін мен кінәлімін бе сонда? Міне, мынау сізге сыйлық. Қыздар, сіздерге сыйлық алыңыздар. Көп еңбектендіңіздер. Қане, алыңыздар. О, сабазым, мынау саған. Алсаңшы. Ала қой деймін. Еңбегің бар ғой. Мынаны кезекшіге бере салшы. Фың бастықты қолдап қуаттап келе жатқандарыңыз үшін мен отбасы ретінде сіздерге қолдау көрсетемін. Жарайды, рахмет айтудың қажеті жоқ. Жақсы. Жарайды. Рахмет айтудың қажеті жоқ. Жақсы, мен кеттім. Сол жерде тұр. Маған жақындаушы болма. Жұмыспен бе әлде жеке шаруа ма? Жұмыс болса тез айт. Мен бүгін жүрегімнен орын алған періштеден ағымнан ақтарылып кешірім сұрағалы келіп тұрмын. Сөнчаң, сен осы мақтау сөздерді қоспай сөйлеші, жарай ма? Жарайды, мен татуласу үшін келіп тұрмын. Көптің алдында ұятқа қалмайын десең шығып кет. Жаным, бұл жолы шынымен қатемді танып тұрмын ғой. Енді қайталамаймын. Ант ішейін. Өтінем. Осы сенің ант ішем дегенің мен танитын цифрдан асып барады. Жаным, сенің ашуланып жүргеніңді біле тұра, үйге қайтпауым керек еді. Бірақ бүгін маған баламыз әке күн суытып келеді. Далада тоңып қалма деп телефон берді емес пе? Маңыздысы бұл емес. Сен екеуіңнің қастарында бір сүйенетін еркектің болмағаны. Лампа ауыстыру, шеге қағу үшін де бір адам керек қой. Түсінемісің, жаным? Енді мені түсінген шығарсың. Күзет. Басеке, мынау сіздің әлгі досыңыз ғой. Бұны Сунчан емес пе?
жаным сол, әлі жұмыс деп отырсың ба? Қоя тұрып торт жеп алшы. Сенің жақсы көретін тортың. Әдейі саған алдым. Маған әлі өкпелеп жүрсің бе? Болды, қойшы енді. Бір сөмкеге сонша ренжігенің не? Ренжіп қайтесің? Мен миымды әлемді өзгерту, болашақты құруға жұмсап отырғанда сумка деген бәлені айтпашы. Сен соған бола маған ренжіп жүрсің бе? Олай деп кім айтты? Онда не үшін? Мен сенің жоспарды бұзғаның үшін ренжейм. Жепшкеннен кедей болмаймыз. Есеп болмаса кедей боламыз демеп педік. Біз 100 жасаймыз деп есептесек, енді 60 жыл өміріміз қалды. Бір жылда 365 күн бар десек, онда әлі 21.900 күн қалды. Сонда күнде 24 сағат карточкамен өмір сүреміз бе? Сонда күнде ақша ұстап, күнде интернеттен зат сатып алып отырмайтын шығармыз. Олай болмайды ғой. Жеңілдік болайын деп жатыр екен деп тұра жүгірсек, бүгін 3000, ертең 3000 ұстап қойсақ, келесі күні 3000 юаньды қайдан табамыз, өзің айтшы. 3000 юаньнен шаша берсең, дүниенің ақшасын құртпайсың ба? Ей, қайда барасың? Мен әлемді өзгерту, болашақты жоспарлау үшін тер төгіп отырғанда тортты маған бермегенің қалай? Жаным, мен сыртта жүрген кезде әрбір минут әр жылдайын өтпей қойды. Сен соны білсең ғой. Енді бір-бірімізден алыстамайықшы. Жарай ма? Өтінем. Бүгін елдің алдында абыройыңды түсірмейінші дедім. Бірақ бұл сені мүлдем кешіргенім емес. Кешірген күннің өзінде де бұл жолғы қылығыңды бәрібір ұмыта алмайым. Енді осылай қайталанатын болсаң, үйге кірмейсің. Қайталанбайды. Тянюжен. Сәлем, Басеке. Тянюжен. Тянюжен. Иә, мен мұндамын, Басеке. Емтиханға қатысатындар толық келді. Емтиханды бастай беруге болады. Білем. Ченсон қайда? Одан хабарыңыз жоқ па? 2 күннің алдында сату бөліміне алып кеткен. Келесі аптада сонда ресми жұмысқа тұрады екен. Меніңше бұл жолы біздің бөлімге емтихан тапсыратындардың бәрі талант дейді ғой. Олар кадрлар бөлімінің сынағынан өтіп, осы деңгейге жетіп отыр. Оңай емес әрине. Бәрі өз күштерімен. Бойы сенен ұзын болса болды. Кешіріңіздер. Емтихан беретіндер кірсін. Отырыңыздар. Қазір ауызша емтихан аламыз. Кім келгенін білесіңдер ме? Уан Шаншан қайтып келді. Емтиханға қатысып жатыр. Қайда? Сынау тапсырып жатыр. Міне солай. Рас айтасың ба? Шәувей, сенің қонжағың тағы бір керекке жарайын деп тұрау. Егер қаридарлардың бірі қарыз ақшасының өсімі біздікіне қарағанда басқа бәнкеде төмендеу десе, оны қалай көндірер едіңіз? Айтыңызшы. Мен бастық болсам, Уаң Шаншаңды қалдыратын едім. Өйткені ол әдемі әрі мықты. Тіпті емтихан алып керек не? Сен андағы талғамыңмен өмірі ешкімнен емтиханнан алмайсың. Уаң Шаншан, қалайсың? Егер сен бір ішіп алған қаридармен кекез болдың дейік, оның мінезі жаман болса, оның үстіне қалта телефоныңды алып кетсе, қайтер едің? Соны айтшы. Оған жоламайым. Әрине мүмкін емес. Қандай қаридар болса да, өзіме жүктелген міндетті атқарамын. Бірақ кейін сол қаридарлар қайда жолғып жатса, мен өшімді алмайым. Солай істеймін. Жақсы. Бұл саған қандай да бір кедергі келтіре ме? Жоға. Әйелің қызғанат деп қорқасың ба? Ондай болса, аптаның соңында әйелің екеуің маған қонаққа келіңдер. Бала бар екен ғой, қайтсек екен. Ажырасып кеткенбіз. Сөйжен, қалайша? Жарайды. Тәрбиенің керегі шамалы. Ажырасу, онда тұрған не бар? Уайымдамаңыз, жұмысты ақсатпаймын. Ой, мына сабазды қарай көр.
Тянюжен. Масеке, жоғарылаған сайын ауа таза болады екен ғой. Иә, солай. Кайрон компаниясының құжаттарын көшірмесін берші. Қазір? Абайлап жүр. Жүре алам. Кабинетке келіп кет. Отыр. Бұл жолғы емтихан нәтижесі. Емтихан нәтижесіне таңғалып отырсың ба? Тамыр таныспен жұмысқа тұрған мені қайтып үздік нәтижеге ие болды деп отырсың ба? Сен осы жақын жылдағы үздік нәтижеге ие болып отырсың. Сенен де жоғары нөмір алған адам бар. Ол маңызды емес. Сенің қабілетің бар. Оны мойындаймын. Бірақ қабілет жұмысты жақсы істей алады дегенді білдірмейді. Осыны біл. Онда түсүй бастық. Мен қайткенде жұмысты тыңғылықты орындай алам. Ақыл кеңесіңізді айтыңызшы. Мен де соны айтайын деген. Бұдан былай кербездікті тастасаң, бәрі де жеңіл болады. Кербездікті таста. Ескертуің үшін рахмет. Сен осы принципті ұстанып келе жатқаның көрініп тұр. Жаным, түсте маған тамақ жасамай қой. Қайда кеттің? Сүйженмен қарыз ақшасы туралы сөйлесіп келем. Тамағыңды ішкен соң барсаңшы. Тамақты Сүйженнен айырмаймын ба? Арақ ішпе. Жарайды, ішпеймін. Таридарлар қабылдайтын кабинетінің өзі мынандай тамаша болғанда бәніктеріңнің ақшасы көп екен. Орындықтың өзі теріден жасалған. Тағы бар ма? Бар. Мұна LCD-дің қасына Xbox 360-ты не PS3-ті қоса салса бопты екен. Қарап отырғанша ойнай отыратын. Сонда керемет болар еді. Мырза, менің көмегім қажет бе? Жоқ, керек емес. Сіз мұнда қандай жұмыспен келдіңіз? Мен Сүйженді күтейін. Мынау тегін шығар, иә? Тегін. Тағы берейін бе? Болды, әуре болмай қойыңыз, ақысыз екенін білдім ғой. Данан. Жиналысың бітті ме? Иә, кабинетке жүр. Осы кішкене қорапқа 5 миллион қарыз сұрап отырсың ба? Одан да тонаушылықпен айналыссаңшы. Сүй директор, болашаққа қараңыз. Кіші зат болғанымен рөлі үлкен. Мен мұны 1 жыл бойы зерттеп жасадым. Қай уақытта жасап үлгердің? Сен сияқты сығанға айтуға болмайды. Жарайды. Онда маған мұның не нәрсе екенін түсіндіріп бер. АЭС жылдық есептегіш. Мұндағы тақтаға көлденең және тік сызықтарды белгілесең болды, сондағы санды дереу есептеп шығарады. Жасалу технологиясының құны сәл төменде болғанымен атқаратын рөлі өте зор. Сен мұны жергөкке сыйғызбай мақтай бердің. Бұған патент алдың ба? Патенті жоқ болса ешқандай банктен қарыз ала алмайсың. Сен жаңа жасалу технологиясының құны төмен екенін айтып қалдың. Я, рөлі үлкен екен білем. Егер арзан заттан жасасаң, басқалар көшіріп ала қояды. Сен жасағанды елде жасай салмай ма? Сен бұдан қалай пайда көресің? Ең әуел патент алып ал, сосын қарыз туралы әңгіме айтасың. Басқа жұмысың бар ма? Патент туралы баяғыдан айтсаң болмай ма? 1 жылда сенің қандай электронды компонент зерттеп жасап жатқанын қайдан білем? Ей. Банктың пакетін неге аласың? Бәнкелеріңнің қаржыланушыларға тегін беретін сусын екен. Сен маған бұдан
Бірде-бір рет татырған емессің. Қараусың. Біздің банкте шағын кәсіпорын. Мұны тек Қаржыланушыларға береміз. Мен де қаржыланушымын. 5 миллион алатын қаржыланушымын. Бәңкенің қалтасымен сыртқа шығам деп ойламайық қой. жетер енді, қойшы болды. Болды енді, қойсаңшы. Болды. Мұна қалғанын тығып қой. Тағы бір келгенде алып кетемін. Сау бол. Сау бол. Күзет. Бүгін жұмыс бітті, жер тамаққа барамыз. Не жесек екен, а? Бара көрейік. Жақын жерде жаңа ресторан ашылды, сонда барайық па? Сау бол. Шаншаң, сау бол. Ертеңге дейін. Сүй бастық. Мен Қайрон компаниясының өтінішін қайта қарап шықтым. Олар кредит алуға толыққанды құқылы деп ойлаймын. Оған басыңды қатырмай қой. Әрине, бұл жігерің мақтауға тұрады. Ол үшін пара алу керек пе еді? Қайронның зауытын тексердің бе? Тексердім. Зауыт меншігі кімнің атында екенін білдің бе? Зауыт иесі Қайрон серіктіктің өзі екен. Олардың зауытты жалға алғанын сезбедің бе? Жалға алып па? Кімнен естідің? Кім айтқан маңызды емес. Сол шын болуы мүмкін. Жарайды, ертерек қайтайық. Күн қандай тамаша болып тұр, көбірек жүрсек болады екен. Обылып үйде отыра бермей сыртқа шығайық. Балаға да пайдалы, мүмкін баламыз кейін спортшы болатын шығар. Қайдан білесің? Баламыздың спортшы болатын негізі жоқ. Бірақ тек деген бар емес пе? Маған тартса, ғалым болу мүмкіншілігі бар. Сен де айтасың ау. Дей тұрған мен осы күнгі балаларға жаным ашиды. Туылмай жатып арманына құрық салынады. Жаным, қарашы. Анау әлгі мен айтып жүрген фотоаппарат қой. Магазиндерде жеңілдік жүріп жатыр екен. 7-1000 ұян тұрады. 7000 болса, онда айнал камера екен. Бізге оның қажеті жоқ. Суреттері жақсы шықпайды. Аналар жап-жақсы істетіп жатыр ғой. Ол өзінше кәсіби камера екен десін деп қыр көрсетіп жүр емес пе? Ақыр алған соң жақсысын бірі қалайық. Тұра тұр, 2 жылдан соң 10.000 юандығын аламыз. Жақсы ма? Тағы 2 жыл күтеміз бе? Жаным, жұмыстан әлі түспедің бе? Мен сені алып кетуге келіп тұрмын ғой. Онда мен сені жаттығу залында күтемін. Иә, жаттығу залында боламын. Егер сен телефонды жаба салған несі? Сырлы да сымбатты. Тартымды да әдемі, бірақ көзі шіркін өңменнен өтеді екен. Жүзінен күлкі көрінбейді. Жоқ, олай деуге болмас. Жанары жайнап тұр дей тұрғанмен, жүзінен балалықтың табы мен мұңдалайды. Сенің бойында скорпионның барлық жақсы қасиеттері қамтылған. Бекеш, танысуға бола ма? Міне таныстырғым. Сізге сақтандыру керек пе? Сен JLB-де істейсің бе? Мен неге көрмедім? Менің ағайыным сонда істейді. Аты Сүйжін, танисың ба? Танисың ғой, Иә, сонда істейм. Бірақ сен айтып тұрған Сүйженді танымайды екем. Ол кім өзі? Ол туралы айтып берші. Бұл жер ондай әңгіме айтатын жер емес қой. Телефоныңды бер. Бір күні мен сені кафеге шақырайын. Сонда асықпай әңгімелесетін боламыз. Жарай ма?
说了太久，抱怨着人生的一无所有，总觉得自己能承受，却一次又一次的让理由牵着我们走。曾经那份快乐，悄悄地被香烟的味道带走，忘了放过几次手，也忘记回了几次头。握着手中的尊严，却早知已将幸福送走。直到春烟已老旧，或许才明白，你我并未看透，像是条河流，勇往直前却看不到尽头。该走的都走了，该留的却一个没留下。等候，我无意跟着你走，换来的却是多余的忧愁。或许是人生过了头，才明白爱情不过是两个人的所求。像是条河流，勇往直前却看不到尽头。该走的都走了，该留的却只留下一句问候。我无力再陪你走，你幸福是我最后的奢求。或许来生只是点点头，也或许在人潮之后，看见我为你停